баршаңызға ассалаумағалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін өте дәмді болып шығатын, қазіргі сезонға дәл келетін баялдыдан тіске басар дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші біз баялдымызды жуып тазалап аламыз, одан кейін екі жақ шеткі бөлігін алып тастаймыз. Енді біз баялдымызды көлденеңінен қойып, не осылайынан бөліктерге бөліп кесіп шығамыз. Мен қазір екі баялдыны қолданатын боламын. Екі дана міне осындай қалыңдықта болуы керек. Өте қатты жұқа да емес, қалың да емес. Міне осындай қалыңдықта кесіп аласыздар. Міне барлық баялдыны турап алдым, дайындап қойдым. Енді келесі кезекте біз осы басқа ыдысымызға екі жұмыртқамызды саламыз. Үстіне аздаған тұз қосамын. Қаласаңыздар қарабұрыш қоссаңыздар да болады. Мен тек тұз қостым. Шанышқымен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Одан кейін бізге құрғақ ұн және де панировочный сухари керек болады. Енді біз осы баялдымызды ең бірінші жұмыртқа осылайынан батырып аламыз екі жақ бөлігінде. Одан кейін біз ұнға батырамыз. Одан кейін ұннан кейін панировочный сухариға батыратын боламыз. Егер сіздер қаласаңыздар тек қана ұнды немесе тек қана панировочный сухариді қолдансаңыздар болады. Тура осы әдіс бойынша барлық баялдыны жасап шығамыз. Барлығын жасағаннан кейін басқа бір тарелкаға салып дайындап отырамыз. Келесі кезекте біз алдын ала қызып тұрған майға осы баялдымызды салып, сарғайғанға дейін екі жақ бөлігін қуырып алатын боламыз. Қатты күйдіріп керек емес, бізде қоңырша болғанға дейін қуырасыздар. Міне осындай болғанға дейін қуырсаңыздар жеткілікті болады. Осылайынан екі жағында аударып пісіріп аламыз. Осы тіске басар дайындағанда көп адамдар осы баялдыны турағаннан кейін тұзға салып ащылығы кетіп қалсын деп, одан кейін сумен шайып алады. Олай жасау міндетті емес, мен тұзға салмай-ақ осылайынан дайындап алдым. Енді қазір салмасын дайындаймыз. Ол үшін майонез керек және де осылай алдын ала сарымсақты, яғни чеснокты осылай сақтап алдым. Қазір осы майонезбен чесногымызды, яғни сарымсағымызды жақсылап тұрып араластырып аламыз. Сонымен қатар бізге ішіне салуға қызанақ керек болады және де қалауларыңызша салат жапырағын қолдансаңыздар болады. Міне мен барлық баялдыны қуырып алдым. Енді қазір үстіне осылайынан біздің майонезімізді жағып аламыз. Шеткі жақ бөлігіне қызанақ қойып, салат жапырағын қойып, үстіне осылай таяқшаны бекітіп қоямыз. Сонда өзінің формасын ұстап тұратын болады. Тура осылайынан барлық баялдымызды жасап шығамыз. Негізі салмасын сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша өзгерте берсеңіздер болады. Мен мұнда қызанақ және де салат жапырағын қолдандым. Міне біздің тіске басарымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай жасалады және де дастарханға әдемі ерекше сән береді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер және де видео ұнаса каналыма тіркеліп лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше, ассалаумағалейкум.